Зейін Әліпбек, тележүргізуші. 23 жасында хабар арнасына жұмысқа тұрып, еңбек жолын тілшілік қызметтен бастаған. Көпшіліктің көзайымына айналған диктор. Жаңалықтарды тізгіндеу үлкен жауапкершілік дейді. Телевизияның майталман маманы Culture Talks бағдарламасының сауалдарына жауап береді. Елдің алдында жүргеннен кейін жұрттың бәріне жағу мүмкін емес. Жеке басыңызға қатысты, атқарып жүрген жұмысыңызға қатысты сын айтылған кез болды ма? Болса қандайсын? Дұрыс айтасыз, ол елдің бәріне бірдей жағу мүмкін емес, еш уақытта ол ешқашан мүмкін болмаған, қазір де мүмкін емес, кейін де мүмкін болмайды. Жеке басыма қатысты сынды естіп қойған жоқпын әлі әзір. Ал енді кәсібіме байланысты сынды мен интернеттерден, әлеуметтік желілерден ара-тұра енді сирек, бірақ сонда да оқып қалам. Мысалы, ол мынандай тұрғыда болып келеді. Сіз жаңағы мемлекеттік арнада жұмыс істейсіз, мемлекеттік арна шындықтың бәрін айта бермейді деген тұрғыдағы сын айтылады, маған айтылса. Ал жаңағы жүргізушілік, журналистік кәсібіме байланысты сын айтылған емес. Яғни сізге қатысты айтылған сын, маған да қатысты айтылған сын. Негізі бұл сізбен бізге ортақсын біле білгенге. Ортақсын, иә. Не деп жауап берер едіңіз? Енді ол жауап біреу ғой, редакциялық саясат деген болады. Кез келген бұқаралық ақпарат құралын, ол мейлі газет болсын, мейлі жаңағы телевизия болсын, телеарна болсын. Мен қызмет етіп жүрген, жұмыс істеп жүрген телеарнаның өзінің редакциялық саясаты бар. Біздің де жаңағы ақпаратымыз, беретін ақпаратымыз сол редакциялық саясатқа сай беріледі. Мысалы, басқа жекеменшік телеарна бар. Олардың редакциялық саясаты бөлек. Сәйкесінше олардың қызметкерлері сол редакциялық саясатқа бағынып жұмыс істейді. Енді арна жайында қозғадық. Біз хабардың 25 жылдығы қарсаңында сұхбаттасып отырмыз. Бұл сұхбатты да сол мерейтойға орайластырдық. Хабардың ел дамуындағы, ел өміріндегі сіздің пайымыңызша орны қандай? Орын үлкен деп айта аламын. Себебі хабар тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ең алғашқы ұлттық тұрғыдағы деңгейдегі қазақ телевизиясына өзіндік жаңалық әкелген телеарна деп айта аламыз. Әрине 90-шы жылдардың ортасында, 2000-шы жылдардың бас кезінде елімізде телеарна көп болған жоқ, санаулы ғана болды. Хабар қалай үлес қосты? Хабар мемлекет болуға шақырды, мемлекет болып қалыптасуға, нығаюға, дамуға үндеді. Әрине осы тұрғыдан қарағанда хабардың өзіндік алатын орны бар деп айтуға болады. Зейін Әліпбек пен хабар бұл өзі бір-бірінен ажырамас сөз тіркесіне айналып кеткен секілді. Өйткені сіздің есіміңіз аталса, хабардың атауы қоса ере жүреді. Хабар деген кезде көрермендер сізді сұрап жатады көбіне көп. Бізде сіздің эфиріңізді көріп өскен, сізге қарап бой түзеп өскен буынбыз. Эфирде жүргеніңізге енді 20 жылдан астам уақыт болды. Бұл енді өз алдына бір рекорд деп ойлаймын. Жалпы эфирден жалыққан жоқсыз ба? Кісінің, мысалы, тұтастай бір телеарнаның атымен байланыстырыла аталуы бұл зор мәртебе деп есептеймін. Бірақ мен бірден айта кеткім келетін нәрсе, мен еш уақытта осылай болсын, менің атым жаңағы телеарнаның атымен байланыстырып аталсын деген ой еш уақытта кірмеген басыма. Эфир жүргізуден жалығу туралы айтатын болсақ, шын айтайын, мен эфир жүргізуден жалыққан емеспін. Өйткені ол енді менің кәсібім, жұмысымды мен мінсіз атқаруға қашанда тырысуым керек. Егер ондай басқаша ойлар болған болса, бәлкім ол мен осы жүргізушіліктен де үлкен шаруаларды атқара аламын ғой деген ойлар келген болуы мүмкін. Сондай ойдың нәтижесінде жүргізушіліктен бас тартқан кездер болуы мүмкін. Ондай болды негізі? Ондай болды. 2015 жылы білім және мәдениет сол кездегі телеарнасы директорының міндетін атқарушы болып жүрген жерінен өзім өз еркіммен сұранып
басшыларға алғысымды айтып жұмыстан кеттім хабардан. Таңғалғандар болды. Менің өзімнің ішкі тұжырымдарым болды жұмысқа байланысты. Мен енді жаңалықтардың қазанында қаншама жыл жаңағы аласұрған арпалысқан жұмыстың арасында жүргескендіктен бе маған жаңағы жайбарақат асықпайтын бір жұмыс маған бір қолайсыздау көрінген кездері болды. Бұл біріншіден, екіншіден мен енді шынымды айтсам осы 20 жылдың ішінде қарапайым тілшіліктен бастап жүргізуші, редактор, бас редактор, ақпараттық сараптамалық бағдарламалар дирекциясының директоры, телеарна директорының орынбасары қызметтерін бәрін бүкіл сатыларын өтіп шығыппын. Сондықтан менің енді тағы бір саланы байқап көргім келді, ол жаңағы пиар саласы бүгінгі заманауи кәсіп болып отыр ғой. Баспасөз қызметі. Сондықтан мен 2015 жылы хабардан кеткен болатын. 2015 жылы хабардан кеткен кезде мен телевидениені болдым, телевидениені істеп біттім, жүргізушілікке келмеймін деп кеткен. Бірақ ана қазақта сөз бар ғой, неден қашсаң, сол алдыңнан шығады деген. Енді араға 3 жыл салып, хабар басшылығы қазіргі ұсыныс жасады, қайтадан келіп жаңалықтар жүргізіп берсеңіз деген ұсыныс айтты. Енді мен жаңағы көбіне адамдардың ұсынысын қайтарған жөн көре бермеймін, соны қабылдауға тырысамын, сондықтан жаңалықтарға қайтадан қолқа салып тұрған екен, жүргіздім. Сіздің дикторлық қырыңыз қандай болса, журналист ретіндегі қарым-қабілетіңіз де сондай. Жалпы осы екі қасиетті қатар алып жүрген мамансыз, бұл біздің салада негізі білесіз көп кездесе бермейді. Осы екеуінің қайсысы сізге етене жақын? Шынында да бұл екі бірдей тізгінді алып жүру оңай емес. Мен негізі осы журналистикаға жазу сызу арқылы келген адаммын. Мектеп қабырғасында жүргенде аудандық газетке шағын мақалалар жазып бастағанмын. Казгудың журналистика факультетінің мерзімді баспасөз кафедрасын бітірдім. Яғни мен сол оқу орнын бітіргеннен кейін газеттің тілшісі болып жұмыс істеуім керек болатын. Бірақ енді тағдыр талаймен осы мына телевидениеге келіп қалдым да, осы телевидениеде көбірек қызмет атқардым. Және бір таңғаларлығы, мен журналист ретіндегі маман ретінде емес, диктор, жүргізуші ретінде көбірек танылдым. Маған негізі журналистика жақын, тілшілік қызмет жақын. Жазғанды әлде ұнатам, жазған ұнайды. Жазуға тырысамыз уақыт тауып жатқан кезде, уақыт болып жатса. Және де дикторлықтан гөрі маған шынын айтсам осы журналист ретінде кеңірек танылған әлдеқайда мәртебелі болатын еді. Ал енді дикторлық ол енді шыны керек ол адамның болмысынан шығар деп ойлаймын мен. Көп айтып жатады ғой, дайындалады, дауыс қояды, сөйтіп диктор болады дейді. Мүмкін дауыс қойған екен, дауысы жақсы шығатын шығар, бірақ адамның жаңағы көрерменнің қабылдауы, соған лайықты басқа бір қасиеттері бар ма жоқ болғанда, ол да бір назар аударатын мәселе. Сондықтан бұл шынымды айтсам, мен жүргізушілігім бұл болмысымнан ғана келіп тұрған нәрсе. Мен бұған қатты дайындалған емеспін, мен жүргізуші болайын деп ойлаған емеспін еш уақытта. Әр диктордың өзіндік жүргізу тәсілі бар, Зеке. Мысалы, сізге эфирді қалай жүргізген ұнамайды? Тістеніп жүргізген дұрыс емес енді. Содан кейін қатты дауыс көтеріп жүргізген де қажет емес шығар деп ойлаймын. Екпіндетіп. Қазір бір үрдіс қалыптасып келе жатыр. Айқайлап сөйлеу, дауыс көтеріп сөйлеу, ол да керек шығар. Мүмкін ол әр адамның табиғатына байланысты шығар деп ойлаймын, мысалы. Менің болмысым, мен байыпты, асықпай, орынмен, салмақпен, табиғатыма сай жүргізгенді қалаймын өз басым. Өзгер деген кездер болды, өзгерге тырыстым, бірақ ол қолымнан келмейді. Оны мен де, оны басшылар да түсінді ғой деймін. Мысалы, сәл ширақтау жүргізу туралы ақыл кеңестер айтылды. Көбірек қимылдау туралы, шапшаң сөйлеу туралы, екпіндетіп сөйлеу туралы ұсыныстар болды. Енді оны жасауға болады, бірақ ол менің табиғатыма жаттау болғаннан кейін ол бәрі білініп тұрады. Телевидение ол рентген деп жатады ғой. Кадрда отырған адамды көрермен бірден таниды. Көзі арқылы, сөзі арқылы. Сондықтан телевидениеде көрерменді алдау қиын. Жасандылық жасау қиын, жасандылық бірден көрініп көзге түсіп қалады, бадырайды. Шын айтайын,
көрерменнің көңілінде орнығып қалудың менде ешқандай тәсілі жоқ, ол туралы ойлаған да емеспін. Мен тек менің бірақ ғана мақсатым болды эфир жүргізген кезде, ол жаңалықты көрерменге ұғынықты етіп жеткізу ғана. Көрерменнің құлағына құйылатындай етіп. Жақсы диктордың бойында қандай қасиет болу керек? Менің ұғымымда көрерменнің де сұранысы солай деп ойлаймын. Ең бірінші кезекте диктордың дауысы жағымды болу керек сияқты. Менің ұғымымда мысалы ер диктор болатын болса, мысалы оның дауысы зор болғанын қалар едім. Мысалы бұрынғы радиодағы қазақтың Левитан деп айтады ғой, мысалы Әнуарбек Байжанбаев ағамыздың дауысы қандай, мысалы сондай дауыстар болу керек сияқты телевидениеде де, радиода да. Сосын әлі күнге дейін қазір аудио жазбалары сақталып қалған, біз естіп тыңдап алып жүрміз ғой. Ақын Мұқағали Мақатаевтың өзі даусымен оқыған өлеңдері. Ол да бір дикторларға мысалы үлгі ретінде ұсынатын бір дауыс ырғақтары деп өзім солай есептеймін. Өз басыңыз кімге еліктеп өстіңіз? Жүргізушілікке қадам басып жүргізушілікпен айналыса бастағаным ол 2000 жылдарға жақын кезең ғой, 90 жылдардың. Сол кездегі, сол мен келген кездегі аға буын жүргізушілерден айтатын болсақ, ол сол кездегі мына эфирге шығып жүрген, жаңалық жүргізіп жүрген ағаларымыз, Тыныс Өтебаев ағаларымыз сол кездегі марқұм. Қазір сол кезде жүргізіп жүрген Әбдірайым Бөлебай ағамыз жүргізіп жүрді. Сол кісілерге қарап алғашқы қадамдарын жасадым. Ал жалпы жүргізушілікке келген кезде көп көмектескен ол мына біз бала кезден көріп өсті ғой қазақ телевизиясының, сондағы аға буын дикторлар. Енді қазір есіме түсіп отыр Ласкер Сейітов ағамыз сол кездегі. Ержан Ойсов деген жүргізуші диктор ағамыз болды. Радиодан Сауық Жақан апайымыз мысалы. Ол кісі радиода болса да, мысалы, дауысты қалай, мәтінді қалай оқу керек, әр нәрсеге қалай екпін тастау керек, мәтінді қалай жан бітіруге болады мәтінге. Осы кісілердің үйрендім деп айта аламын. Қалай дегенмен де дауысқа күтім керек. Дикция қою, сөзді ашық, жатық айту мәселесіне келген кезде сіздің өзіңіздің үнемі қайталайтын, әлі күнге дейін қайталап жүретін өзіңіздің жаттығуларыңыз бар ма? Сізге қарап бой түзеп келе жатқан әріптестерімізге кеңес болсын. Жақсы, бір кеңесімді айта кетейін. Өзіме ол үнемі ұстанатын нәрсе, мысалы мәтінді дауыстап оқу. Айнаның алдында отырып болсын, жай өзің отырып дауыстап оқып, аудио дыбысын жазып алып, қайта тыңдау үшін таспаға жазып, қайта тыңдауға болады. Бір маңызды жаттығудың бірі осы деп есептеймін. Өйткені неғұрлым көп мәтінді дауыстап оқыған сайын тіл жаттығады, жақ үйрене бастайды сол жаңағы сөздерге. Одан кейін дауысты өзі мәтіннің мазмұнына қарай дауысты да қай буынға екпін салу керек, оны кезеген адам өзі біле бастайды, түсіне бастайды. Алғашқы эфирге шыққан кезде қатты қобалжыған боларсыз. Әлі күнге дейін қобалжисыз ба? Иә, әлі күнге дейін қобалжимын. Себебі әрбір эфиріміз ол тікелей эфирде жүреді, әр жаңалығымыз. Тікелей эфирдің өзінің үлкен жауапкершілігі бар. Алғашқы шыққан жүргізген эфирім 1997 жыл, егер қателеспесем, хабар арнасында 5 минуттық хабар бизнес деген бағдарлама болды. Тікелей эфирде болды жүреді. Аяқ астынан соның жүргізушісі болып шықтым. 5 минут, енді 5 сағаттай көрінді ғой маған. 1-2 күн бойы дайындалдым, оны уайымдап, 2 күн бойы уайымдадым, қалай болады, мынаны жүргізе аламын ба, жүргізе алмаймын ба. Одан жаңалықтың бір ерекшелігі, бір ауыр тұсы, ол сен мәтін саған 1-2 күн бұрын дайын болып алдына келмейді. Мәтін 5-10 минут бұрын ғана келеді. Соңғы мәтінді 1-2 минут бұрын ғана келеді алдына. Яғни танысып үлгермейсің. Ең қиындығы да сол тікелей эфирдің жаңалық оқығанның. Сол алғаш шыққан хабар жүргізетін кезде, ол кезде тура сондай болды. Бір 2-3 сағат қана бұрын ғана эфирден бұрын мәтін қолыма тиді. Соны жаттап алуға сәл қалдым ғой.
5 минуттық мәтін, ол шамамен 2,5 беттей болады ғой. Қалай жүргізгенімді білмеймін, әйтеуір бастағанымды білем, содан кейін хабардың біткенін білем. Кейін жаңағы жазбаны көрдім ғой, шыны керек ұнаған жоқ. Эфирде отырған кезде өрескел қате жіберген кездер болды ма? Жоқ, шынымды айтсам, ондай өрескел қате жіберген кезім болмапты. Ондай болмаған. Мүмкін бұл қатты жаңа мән беріп дайындалып шығатындығымнан шығар эфирге. Асқан жауапкершілікпен қарап. Өйткені біз эфирдің алдында мәтінді оқимын, алдын ала танысамын, көзімді үйретемін, дауыстап оқып тілімді үйретемін. Содан кейін соған сәйкес қай жерге екпін салуға болады, қай мәтінді қалай жеткізген дұрыс, өзі сондай тұжырымдар келе бастайды. Соның бәрін сіңіріп, әбден дайындалып, пысықталып, эфирге шығамыз. Дайындық көп жүреді негізі эфирдің алдында. Былай қарағанда жаңа дауыстап оқып бере салған сияқты болып көрінеді, бірақ 2-3 сағаттық жұмыс бар әр эфирдің алдында. Солай болу керек негізі. Негізі менің қолымда, жеке өзім пікірім, таңертеңнен бастап тапсырмалар беріліп, жаңалық құрала бастайды ғой, кешкі 30 минуттық жаңалық. Сол таңертеңнен басталған процесте болу керек негізі жүргізуші. Сонда жаңа толыққанды жаңалық жасап шығаруға болады, жүргізіп шығаруға болады. Тұтас дүние жасап шығаруға болады, әрі қызықты етіп шығаруға болады. Егер диктор болмағанда, журналист болмағанда, жалпы бұл салаға келмегенде сіз қай жолмен жүрер едіңіз? Кім болар едіңіз жалпы? Мектеп бітірген жылдары әрине мен ол кезде жаңағы газеттерге жазып сызып жүргендіктен журналистиканы дұрыс деп таптым. Бірақ бір қызығы, сол мектеп бітіргеннен кейін таңдау тұрды. Себебі әкем марқұм менің жаңағы құқық саласында білім алуымды қалады, заңгер болуымды. Бірақ сол екеуі таңдау түскен кезде мен журналистика жолды таңдадым. Сәйкесінше жаңағы журналистикаға түспегенімде, журналистиканы таңдамағанымда мен бүгін заңгерлік қызмет атқарып жүретін едім. Қазір әлеуметтік желі әлде қайда әлді болып тұрған тұста бізге, яғни журналистерге қандай жауапкершілік артылған? Өте орынды сұрақ. Журналистердің өздеріне қойылатын үлкен жауапкершілік бар. Ол нақты, дәлелденген, расталған, орынды ақпаратты жеткізу. Бұл бұрыннан жүктелген, кейін кезде де жүктеліп қала беру керек. Ең басты жауапкершілік осы журналистерге. Әрине әлеуметтік желі расында да қазір алдыңғы орынға шығып кетті, жасырамаймыз. Бірақ қай мәселеде алдыңғы орынға шықты? Ол ақпаратты жедел жеткізуде ғана алдыңғы орында шығып отыр. Бір-екі сөйлеммен жазып жеткізе салуға болады, 1-2 секундтың ішінде. Телевидениеде сәл басқаша, оның технологиясы бар. Алдымен таспаға түсіреді. Болмаса тым тікелей эфир жүргізгеннің күннің өзінде камераны қою керек, микрофонды қосу керек, оның бәріне уақыт кетіп қалады. Тікелей эфирмен ғана тайталасуға болады әлеуметтік желімен, жылдамдық, жеделділік бойынша. Ал әлеуметтік желі нақты, дәйекті, толыққанды, талданған, жүйеленген, расталған ақпаратты беру жөнінен ол телевидениемен бәсекеге түсе алмайды. Телевидениенің өзінің орны бар, және телевизия тек осынысымен ғана ұтады. Содан кейін жаңағы әлеуметтік желіде енді мәтін тазалығына ешқандай талап жоқ, ол жерде қойылмайды. Кез келген адам мәтін шама-шарқынша жазады, ол әрине қателер өріп жүреді. Ал сәйкесінше телевизияда ондайға жол жоқ. Сіз біраз уақыт бойы 7 күн бағдарламасының тізгінін ұстадыңыз. Бұл енді хабар арнасындағы байырғы бағдарламалардың бірі. Бұл бағдарламаның негізгі бағыты сараптама. Жалпы қазіргі кезде сараптама жасаудың қиындығы неде? Әрине 7 күн ол хабармен бірге жасасып келе жатқан бағдарлама. Өзінің аудиториясы бар, өзінің көрермені бар. Әрине сараптамалық материал жасау, сараптамалық репортаж жасау ол оңай дүние емес. Өзінің қиындықтары бар. Оған бір мәселені жан-жақты тұрғыдан талқылау, бірнеше адамның пікірін беру, және ең соңында тұжырым жасауды көрерменнің өзіне қалдыру. Оның өзінің қиындықтары бар. Ал бүгінгі күні мен айтар едім, қазақ телевизиясында бір
күннен күнге үлкейіп келе жатқан өкінішке бір проблема бар. Ол қазақ тілді спикерлердің аздығы. Әсіресе мемлекеттік қызметте жүрген мемлекеттік қызметкерлердің мысалы қазақ тіліне шорқақтығы. Мысалы қайсы бір мәселе бойынша мемлекеттің мүддесін, мемлекеттің көзқарасын білейін деп сұрау салсаң, өтініш жасасаңыз, мысалы бүтінде бір министрлікте кейде басшы қызметте отырған лауазым иелерінің арасында қазақша мемлекеттік тілде сұхбат берілетін адам табылмай қиналып жатамыз. Бұл деген енді сорақылық аса жақсы нәрсе емес. Содан кейін жаңағы ақпарат көздерінің бәрі бізде орыс тілінде ғой. Орыс тілінен қазақ тіліне аударатын тағы бір кәсібіміз бар, қазақ журналистерінің мысалы. Бұның бәрі қиындық тудырады. Мысалы газетте сәл оңайлау, кез келген шенеунік орысша сөйлеп отырса, қазақша аударып бере саласың. Ал телевизияда ол кейіпкер, спикер қазақша сөйлеу керек өзі. Сондықтан тележурналистердің ауыртпалығы екі есе. Сіз эфирде өте салмақтысыз. Өмірде де сондайсыз. Өмірде де сабырлысыз. Енді бірге жұмыс істегендіктен білем. Осы сабырлық деген дүниеден ұтқаныңыз көп пе, ұтылғаныңыз көп пе? Мен күні кешеге дейін жасыратыны жоқ. Осы тым сабырлылығымнан көп нәрседен ұтылдым деп есептеп келдім. Енді біршама уақыт өткеннен кейін, осы 1-2 жылдың көлемінде менің олай емес екеніне көзім жете бастады. Сабырлылығымнан мен тек ұтқан екенмін. Себебі сабырсыз болсам, біраз нәрселерді дұрыс жасамаған болып шығар едім. Бұл негізі сіздің анаңыздан дарыған қасиет дедіңіз, е? Солай болу керек, өйткені менің анам өзі өте сабырлы кісі болатын. Енді ол мен ғана емес, оны айтатын, оны ол кісіні көрген, ағайын туысымен пікірлескен адамдардың бәрі бірден сол қасиетін ерекше айтады. Әлі күнге айтып жүреді. Өкпешілсіз бе? Өкпені тез ұмытасыз ба? Өкпені тез ұмытам. Өзің сенген, жаңағы жақын тұтқан, құрмет тұтқан адамдарың өкпелеп жатса өкпелейсің. Бірақ мен өзі табиғатым сондай, ұмытам. Тез ұмытам. Жаңа солай болған дұрыс деп есептеймін. Оны енді психолог мамандар да қазір айтып жүр, көп айтып жүр ғой. Өкпені іште көп сақтауға болмайды, ол денсаулыққа кері әсер етеді деген сияқты. Бірақ мен өкпені тез ұмыту өзім бойымда бұрыннан бар қасиет. Саусақпен санатындай жайттар болды. Ондай кезде мен өзімше ішімнен ой түйемде қоямын. Ол кісіге барып өкпемді айту деген менде жоқ. Өзімше тұжырым жасаймын. Сол тұжырым ішінде болады. Өкпелейтін адамды қайттан кездесіп жатсам, оның өкпелегенін сездірмеймін. Біз білмейтін, бәлкім біз байқамаған қандай қырыңыз бар сізді? Не шабыттандырады Зеке? Көпшілік байқамаған бір құпия қырым жоқ шығар. Мүмкін оның бәрін елге белгілі, мен біршама белгілі деп ойлаймын. Ал енді мені ұлттық саз шабыттандырады. Домбыраның үні, термелер, қазақтың халық әндері, қазақтың ұлттық әндері мені осы ұлттық саз шабыттандырады. Кітап шабыттандырады. Және отбасым. Досыңыз көп пе? Дос деген сіздің ұғымыңызда қандай болу керек? Досым көп деп айта алмаймын, себебі менің ұғымымдағы дос деген ол саған тіпті жанын беруге дейін бара алатын адам деп ойлаймын. Ондай адамдар көп болуы да мүмкін емес, санаулы ғана. Ал жалпы Абай атамыз айтады ғой, адамзаттың бәрін сүй бауырымды. Сол секілді мен адамның бәрін дос көремін өзім, жеке басым. Адамзаттың бәрін дос көремін. Уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Алдағы жұмысыңызға табыс тілеймін. Әрбір ісіңіз берекелі болсын.
сіздерге де көптен көп рахмет.